Баса береміз бе? Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаулардың қатысушылары. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 96 бабының ережелеріне сәйкес Қарағанды облысы Асакаров ауданы Тұрдабай ауылында мал қорымын салу жобасында ықтимал әсерлер туралы есебі бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылды. 2021 жылғы 3 тамыздағы 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағын басшылыққа ала отырып, мен жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде бүгінгі тыңдаулардың төрағасы боламын. Тыңдаулар төрайымының құқықтарына ашық жиналыстың саны қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Бұл ретте қағидалардың барлық талаптарын сақтай отырып, белсенді қатысушыларыңызды сұраймын. Қоғамдық тыңдаулардың өткізу үшін бізге қатысушылардың арасынан хатшыны таңдау қажет. Бегенбаев Жасұлан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инженер-экологын қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлауды ұсынамын. Егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, қолдаймын, қарсымын, қалыс қалды деп дауыс берулеріңізді сұраймын. Осылайша көпшіліктің дауысымен Бегенбаев Жасұлан қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде таңдап алынды. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жетекшілер мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өткізілуі Zoom конференциясы арқылы қатысуда. Сонымен қатар қоғамдық тыңдаулардың өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентін сіздің назарыңызға жеткіземін. Аталған регламентке дауыс беруіңізді және бекітуіңізді сұраймын. Яғни қолдаймын, қарсымын, қалыс қаламын. Бейне және фото түсірілім жүргізіліп жатқанын естеріңізге саламын. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарды қоюларыңызды сұраймын. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына енгізілетін болады. Алайда қоғамдық тыңдаулар тұрғысынан сұрақтар қоюыңызды сұраймын. Сөз сөйлеушілерді бөлмеуді, сыпайы болуды, іс-шараның барлық қатысушыларына сөйлеуге мүмкіндік беруді өтініп сұраймын. Сұрақтарыңызды қоймас бұрын өзіңіздің таныстырып және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымын айтуыңызды сұраймын. Сөз кезегі қоршаған ортаға ықтимал әсері туралы есеп әзірлеуші өкілі баяндамашы Ғалымжан Ерасыловқа беріледі. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, менің атым Ғалымжан. Бүгін сіздерге Қарағанды облысы Асакаров ауданы Тұрдабай ауылында мал қорымын салу жобасына ықтимал әсерлі туралы есебі бойынша есепті таныстырамын. Регламент бойынша жүріп отырамыз. Үшінші слайд қоғамдық тыңдаулардың мәні. Жұмыс жобасын әзірлеудің мақсаты. Тұрдабай ауылында жұқпалы аурулардан сібір жарасынан қаза тапқан жануарларды қоспағанда, қаза тапқан жануарлардың мәйіттерін биотермиялық залалсыздандыруға арналған мал қорының биотермиялық шұңқыр салуды жүзеге асыру жоспарлануда. Биотермиялық шұңқыр жұқпалы аурулардан өлген жануарлардың өлекселерін биотермиялық әдіспен залалсыздандыруға арналған. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында жұқпалы аурулардан өлген жануарларды уақытылы жинап жою қажет. Жұқпалы аурулармен күресудің бір тәсілі өлекселерді биотермиялық шұңқырларға залалсыздандыру. Мұндай жағдайда жұқпалы материал ыдырау процесінде пайда болатын жоғары температураның әсерінен зарарсызданып, қауіпсіз күйге айналады. Төртінші слайд. Ситуациялық карта объектінің орналасу ауданының схемасы. Бесінші слайд. Жобаланған объектілердің орналасу схемасы. Алтыншы слайд. Тұрғын аймаққа дейінгі қашықтық схемасы. Жетінші слайд. Ең жақын су объектісіне дейінгі қашықтық схемасы. Сегізінші слайд. Қызметкерлер және жұмыс режимі. Тоғызыншы слайд. Қызметкерлер және жұмыс режиміне келсек, құрылыс алаңында 14 адам жұмыс жасайды, жобаланған жұмыстардың ұзақтығы 7 ай. Құрылыс жұмыстары және пайдалану кезеңдері жұмыс жобасының атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Құрылыс жұмыстары кезінде 19 стационарлық көздер анықталды, оның 6-ы ұйымдастырылған
және 13-шы ұйымдастырылмаған және жобаланған жұмыстарды іске асыру кезеңіне бір стационарлық көзі анықталды. Бұл ұйымдастырылған. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау, құрылыс кезінде жерді концентрациялар атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийлерінен төмен мәндерге ие болатынын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрациядан аз болатынын көрсетті. 10-шы слайд. Құрылыс және пайдалану кезеңіндегі ластанушы заттардың шығарындылығы пайызбен көрсетілген. 11-шы слайд. Құрылыс кезінде суды тұтыну және суды бұру. Суды тұтыну. Құрылыс жұмыстары кезінде уақытша сумен жабдықтау әкелу жолымен жүзеге асырылады. Технологиялық және мұқтаждарға арналған су жеке цистерналарда қыста жылытумен сақталады. Ауыз су сыйымдылығы 20 литр эмальданған бактарда бір тәуліктен аспайтын мерзімде сақталады. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңінде ауыз су автокөлікпен бөтелкеде жеткізіледі және ауыз су сапасының талаптарына сәйкес келеді. Су бұру. Құрылыс жұмыстарының жүргізу барысында биодәретханадан шаруашылық тұрмыстық сарқынды сулар түзеледі. Құрылыс кезеңіне тартылған персоналдық қажеттіліктері үшін биотөліктерді орнату жоспарлануда. Тұндырылғаннан кейін ағынды сулар ассенизатор машинасының көмегімен сорылады, содан кейін ағызу пункттерінде шығарылады. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңінде жер бедеріне немесе жинақтаушы тоғандарға төгу күтілмейді. Ағынды суларды ағызу жер үсті су объектілеріне жүзеге асырылмайды. Жер үсті және жер асты суларына әсері болжанбайды. 12-ші слайд. Құрылыс монтаждау кезеңінде қалдықтарды жинау. Қалдықтар арнайы жабдықталған көліктермен шығарылып қайта өңдеуге, зарарсыздандыруға, кәдеге жаратуға немесе жоюға лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдарға жеткізіледі. Қалдықтарды уақытша сақтау 6 айдан аспайтын мерзім тек мамандандырылған орындарда, ыдыстарда және мамандандырылған алаңдарда жүзеге асырылады. Бұл қоршаған орта компоненттерінің ластануын төмендетеді немесе толығымен жояды. 13-ші слайд. Құрылыс монтаж жұмыстары кезеңінде жобаның қоршаған ортаға кері әсерін азайту шаралары. Негізгі шаралар. Шаңды басу үшін құрылыс алаңындағы жолдарға су шашу, шаң шығаратын материалдарды брезентпен немесе басқа жабындылармен тасымалдау. Жұмыс істеп тұрған құрылыс техникасының қозғалтқыштарын дұрыс реттеп, жанармай қалдықтарын барынша азайту, кәріз суларын жинау және арнайы ұйымдармен келісімшарт бойынша оларды қауіпсіз түрде шығару, топыраққа жанар-жағармай материалдардың түсуіне жол бермеу үшін техниканы арнайы орындарға ғана жанармаймен толтыру және жөндеу. Жасыл желектерді негізсіз кесуге жол бермеу, құрылыс қалдықтары мен тұрмыстық қалдықтарды арнайы контейнерлерде жинақтау, өндірістік қалдықтарды дер кезінде шығару. Осы шаралардың сақтау құрылыс монтаж жұмыстарының кезіндегі қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, нысан орналасқан ауданда және оған іргелес аумақта қорықтар, мұражайлар, сәулет ескерткіштері жоқ. Бұл объект үшін атмосфералық ауаның сапасына арнайы талаптар талап етілмейді. 14-ші слайд. Топыраққа өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің популяциясының өзгеруі болжамдайды. Негізгі көші-қон жолдары жобаланатын объектіден тыс орналасқан жоспарланған іс-шаралар құстар мен жануарлардың көші-қон белсендігіне әсер етпейді, топырақ қасиеттерінің өзгеру күтілмейді, топырақ аралық қасиеттерін сақтайтын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өкілдерінің генетикалық қорына әсері жоқ. 15-ші слайд. Қорытынды. Осы жоғарыда келтірілген материалдар негізінде келесі қорытындылар жасауға болады. Құрылыс жұмыстары және пайдалану кезінде атмосфералық ауаға әсер ету рұқсат етілген деп
бағаланады. Жер асты және жер үсті суларында олардың ластануы әсер етпейді. Құрылыс объектісінің әсер ету шегіндегі топыраққа әсері рұқсат етілген деп бағаланады. Биологиялық жүйеге әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Бұл өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қолданыстағы түрлі құрамының өзгеруіне әкелмейді. Осы жобада технологиялық процестердің қоршаған орта компоненттеріне әсері қарастырылып бағаланады. Жүргізілген жұмыстарда талдау көрсеткендей, осы объектінің өндірістік қызметі кезінде теріс әсері тек аумақтың атмосфералық ауасына әсер етеді. Атмосфераға зиянды заттардың ШЖШ нормативтерінің нақты шығындылар деңгейіне белгілеу ұсынылады. Кәсіпорынның топыраққа, өсімдіктерге және жануарлар әлеміне әсері шамалы. Бұл компоненттерге объектілердің физикалық болуы және жердің бұзылуы айтарлықтай әсер етеді. Ұсынылған іс-шараларды іске асыру кезінде кәсіпорынның қоршаған орта компоненттеріне теріс әсері азайтылады. Қоршаған ортаға әсер ету жергілікті болып бағаланады және табиғатты қорғау шараларымен, төлемдерімен және жерді қалпына келтірумен өтеледі. Тұтастай алғанда, болжамды жұмыстар ауданындағы қоршаған ортаға әсерді бағалау, құрылыс және пайдалану жұмыстарының салдары ұсынылған табиғат қорғау іс-шараларының сақталған кезде соншалықты маңызды болмайтындығын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2025 жылы 3 тамыздағы нөмірі 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Жоба бойынша ұсыныстар, сұрақтар, түсініктемелеріңіз бар болса, сіз оларды ұсынылатын ұйымның атауын, өкілдің тегін, аты мен әкесінің атын, лауазымын көрсете отырып қоя аласыз. Тағы сұрақтар, ұсыныстар, ескертулеріңіз бар ма? Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдаулар өткізілді деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдаулар жабық деп жариялаймын. Уақыт тауып белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Аман саулықта болайық. Сұрақтар жоқ қой.